Қайырлы кеш, қайырлы түн. Қайырлы түн, ханымдар. Ой, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, қайырлы түн. Қазір тақырыпты жазып жатырмын. Мені қалай естіп көріп тұрсыздар? О, Ахмет Гүле ханым. Гүле ханым сіз ғой, да? Қалыңыз қалай? Сәлематсыз ба, сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Қазір тақырыпты жазып жатырмын. Мені қалай естіп көріп тұрсыздар? Жүрекшені басып, немесе жазып жіберсеңіздер, қайырлы түн. Менің жазғаным шықпай жатыр. Қайырлы түн, ханымдар. Керемет естіп тұрған сияқтысыздар. Мен тақырыпты жазып шығарып едім, шықпай қалды. Рахмет, жақсы естіліп тұрса. Қазір 1-2 минуттан кейін бастаймыз. Әзірше ханымдар қосыла кетсін. Мен тақырыпты жазып мына жерге тіркеп қояйын. Қайырлы түн, жақсымын дейді. Керемет, қуаныштымын сіз үшін. Менің жазған комментариям шықпай жатыр. Жасай алмадым еш. Жақсы, түсінікті болар деп ойлаймын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өз-өзімізді қабылдау деп аталады. Арнайы көмек карталары арқылы. Қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін жұмада тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Рахмет. Шығып тұр дейді, өте керемет. Басы сіздерге менің даусымның анық естілуі. Бірақ бүгінгі эфирде экранды да қарау қажет болады, өйткені мен көмек карталарын экранда көрсетемін. Рахмет. Әдемісіз деп жатыр мына жерде. Менің комментім еш шықпай қойды, иә. Рахмет. 1-2 минут күте тұрамыз ба, ханымдар? Немесе бастай берейін ба? Өйткені бүгінгі айтар әңгімем өте аз. Бірақ нақты осы эфирде отырып сіздермен сіздердің білетін 2 аптасында 1 рет шығаратын дүйсенбі күні көмек карталар. Көбісіміз түсінбей жатамыз бұл карталардың мән мағынасын. Көмектесіңізші деп жазып жатасыздар. Бірақ мәселе сіздерде ғой. Сіздердің түп санаңыздан шығатын ақпарат, ол сіздерге ғана тиесілі дүние. Маған еш қатысы жоқ. Қанша түсіндірсем де көбісіміз түсінбей жатамыз. Сондықтан бүгін тікелей эфирде осы көмек карталарымен жұмыс жасаймыз, тікелей сіздермен. Комментарияны жазу қажет болады, сіздерден кері байланыс мен үшін өте маңызды бүгін. Әрине, ашық жазғыларыңыз келсе. Жазбаймын дегендеріңіз қалам дәптер алып дайындалып отырыңыздар. Өздеріңізге керек ақпарат, өздеріңізді түсіну үшін бүгін. Сәлеметсіз бе? Сонымен, ханымдар, осы жиналған ханыммен бастай берейік. Керек адам, қажет адам, егер бұл дүние керек болса, эфирді қайта көрер деп ойлаймын. Өйткені бұл эфир әрдайым сақталатын эфир, енді техникалық ақау болмаса, және YouTube каналында да сақталатын дүние. Көп танысы аккаунттарды көріп жатырмын. Қуаныштымын менімен бірге бүгін отырғандарыңызға. Ал бастайық. Көп сөзді созбайын. Қазір бастысы 5 сұрақ қоямын. 5 сұраққа 5 карта көрсетеміз сіздерге экранда. Сол картадан көрген дүниелеріңізді бірінші суретті сипаттайсыздар, не көріп тұрсыздар, және қойылған сұрақ бойынша
дұрыс жауап. Өз-өзіңізді жақсы көресіз бе?
сыйлық алып тұру керемет. Біреуге жақсылық жасасам, балаларына сыйлық алу дейді. Балаларына